Баршалықтарға сәлем, сендермен бірге Джой. Бүгінгі видеоға қош келдіңіздер достар. Бүгінгі видеоның тақырыбында көріп тұрған болсаңыздар достар, ауылда бір қаншама өзгерістер болып кетті достар. Көптеген постройкалар құрылды достар. Бұл постройкалар магазин анамны достар, ауылға өзгерістерді қазір мен осы видеода обзор жасайтын боламын достар. Ауылға нелер құрылғанын көрмекші болсаңыздар, видеоға лайк басыңдар, арнаға тіркеліп комментария қалсаңыздар болады достар. Онда видеоға кеттік достар. Достар, біз онда кеттік. Бірінші постройканы көрсетемін қазір сендерге. Бұл постройка достар. Ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Осы жерге бір хоспитал құрылды, соған біз жұмысқа келуік. Ма достар, уже адамдар жұмысқа кірмекші достар. Бұл постройка бізде дәріхана, дәріхана деген несі. Короче, бұл постройка хоспитал десек те болады, больницахана достар. Көріп тұрғандарындай, бұл 3 этаж достар, қараңдар, уже адамдар бұл жерге жұмысқа кіруге келіпті. Ассалаумалейкум, бұл постройканы сіз құрыпсыз? Мен құрдым, сол сендер үшін құрдық қой. Сол ауылда аурулар көбейіп кетті дейді, соған құрдық. Мен айттық, сол құрып берді, сол мен құрдым соған. Сізге де көп рахмет, меріңізға да. Біз жұмыссыз жүрмек сол ауылда. Біз оқығанбыз, бізді жұмысқа алатын шығар, мерден сұрап көріңіздер. Осы жерде тұра бермей мерға барыңыздар. Барамыз. Давай онда. Достар, көрдіңдер ма? Уже адамдар келіп жатыр жұмысқа. Ал бұл постройкаға оценкалер беріп кетсеңіздер болады достар. Әдемі шыққан негізі статус 3 этаж. Ал екінші постройка бұл бізде бұл не деп ойлайсыз достар? Бұл маркет достар. Маркет жазмасын достар. Майнды жазған. Майн маркет достар, көріп тұрғандарындай, бұдай әлі адамдар кебепті достар. Мыне кассы болады, инияқтарда бізде заттар сатылады достар. Полкілер уже, короче, мынандай жерлерге құрамыз әйтеуір. Мод салып құратын боламыз достар, әлі бұларға құрылмады. Достар, бәрін құратын боламыз. И үшінші постройка достар. Бұл енді постройкалар аз ассистенция құрылады достар, алдыңғы уақыттарда. Сендер кімсіңдер? Ассалаумалейкум, біз осы зданияның несіміз, охранамызға сіздің кіруіңізге рұқсат етемін. Достар, жұмысқа жиналысып қапты. Алдымен сендерге сыртын көрсетейін достар. Осындай біздің полицейский ханамыз достар. Короче, бұған да оценкілеріңіз беріп кетсеңіз болады. Осы жақта біздің сол зданияның керекті машиналары, мотоцикл көп достар. Себебі мына ауылға мотоцикл болмаса болмайды достар. Себебі көптеген жерлер текіс емес, соң үшін мотоциклден көптеп ала салдық достар. Ал онда мен кіре берейін, рұқсатым бар. Мерден сұрақ қойып, кіре беріңіз, все. Достар. Ал ішін көрсіп кететін болсам, осындай демалып очередь күтіп отыратын жер. И так, осы жақта, уже адамдар келіп қапты достар. Қараңдаршы, осы жақта біздің кассеге қабылдап алатын адам. Ассалаумалейкум. Алейкум ассалам, сізге не керек? Мен просто видео түсіріп жүрген ғой. Бар. Все, давай. Онда ішін көрсек достар, осындай болады. Так, ішке кіреміз. Ассалаумалейкум. Міне достар, бұл бастық. Ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Рахмет, короче. Бұл жерде отырады, енерді жерде келетін адамдар өзі жұмыстарымен келетті отырады да. Осы адамға не алса болады достар. Бұл жақтарда өзі тоже бір документтер тұрсайды. Бұл тоже бір документтер тұрсайды. И так достар, постройкалер осылар болады достар. Міне достар, әдемі достар, осыған да оценкалер 3 постройкаға оценка беріп кетіңіздер достар. Осындай біздің ауылымыз дамып келатыр. Енді біздің ауылымыз емес, енді жасауымыз мүмкін бұл ауылда. Себебі жеделдерге көптеген ұнаватыр бұл ауыл. Біздер болуымыз мүмкін бұл ауылда. Ал достар, осы постройкалерге бақылаңыз беріп, и видеоға лайк басып, и арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне видео аяқталады достар. Видеоға лайк басып, и арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Короче, міне 3 постройкаға оценка беріп кетіңіздер. Ал сонымен видео аяқталады. Сау болыңыздар.